Баршаңызға сәлем достар, бүгінгі таңғы асқа дәмді шакшука дайындайтын боламыз. Бізге қажет болады сладкий перец. Ішіндегі керек емес дәнектерін алып, ең алдымен солонка етіп, одан кейін барып кубик етіп турап алатын боламыз. Және бізге қажет болады полгорки. Оны да дәл сладкий перец сияқты турап аламыз. Екі сарымсақты алып турап аламыз. Бізге 4 помидор қажет болады, әр қайсының сыртын ашып аламыз. Сырты ашылған помидорларды енді әр қайсысын кубик етіп турап аламыз. Қызып тұрған табаға сары майды салып, чеснокты қуырып аламыз ең алдымен, одан кейін барып сладкий және полгорки перецтерімізді қуырып аламыз. Енді помидорымызды салатын боламыз, оны да қуырып аламыз. Жарты стакан суды құямыз, дәміне қарай қызыл бұрыш, тұз салып жібереміз. Енді 5 минуттан кейін барып, жұмыртқаларымызды шағып, жайғастырып шығамыз. Бетіне тұзды сеуіп жібересіздер. Оттың астын жай қойып, 7-8 минутқа бетін жауып қоямыз. Міне біздің дәмді шакшукамыз дайын болды. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болады. Ас болсын.